Кіші жүз ішіндегі байылудан тарайтын ысық негізінен түбі араб болып табылады. Яғни кіші жүзден таратқан ысық сөзінің мағынасы шейх дегенді білдіреді. Ысықтар жалпы байылу ноғай ордасынан 15-16 ғасырда қазақ хандығына қосылып, Қасым ханның турасы билік еткен кездері, яғни ноғай орданың әлсіреп қазақ хандығының нығаюына байланысты. Сол кезден бастап негізі кіші жүздің руларының көбісі қазақ хандығына қосыла бастаған кезде кейінді көптеген рөл атқарды қазақ хандығының тағдырында, яғни жоңғарлармен болған көп шайқастарда ысықтың батырлары көзге түсті. Соның бірі Бәйтерек пен Ұранды айтуға болады. Яғни сол кездердегі орта жүздің ханы Абылай ханмен жақсы арақатынаста болған. Кейін осы Бәйтерек ысық руының ұраны болып табылады. Ысық руынан шыққан беделді билер, соның ішінде Қаратау би, Бердәлі билер кіші жүздің ханы Нұралыны тақтан алдырып тастауға ықпалын жасады. Яғни оларда жалпы Нұралы ханның Ресей патшалығына толық тәуелді болып айтқанымен жүргенге жалпы кіші жүздің қазақтарының мүддесін қорғамаған үшін 1783 жылы үлкен құрылтау болып қазіргі Қобда өзенінің жағасында кіші жүздің рулары бас қосқан. Соның ішінде байұлының басшысы қылып Сырымдатұлын Байбақты руынан және Ысық руынан Қаратау биді басшы қылып бір қолдан сайлайды. Бөкей ордасы құрғанда да Ысық руы қолдап үлкен ықпал жасайды. Кейін жүргізіліп жатқан саясатқа намағасын көтерілістерді, яғни Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлының көтерілісінде аса үлкен рөл атқарады Ысық руы. Соның бір дәлелі генерал-губернаторлардың жазғаны осы көтерілісте Махамбет пен Исатайдан кейінгі үлкен беделді, яғни Қабыланбай Қалдыбайұлының беделі нақты үшінші адам болып табылады деп. Және басқа батырлардың да есім белгілі болып Шығанақ Есенгелді және атақты ақын Жылқышы. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында өмір сүрген әруақты әулие Оңай атадан айтуға болады. Оңай ата әлі де халық Оңай атаның басына барып түнеп дұға бағыштайды. Оңай атаның Доссор қаласының қасында 20 км жерде жерленген 1999 жылы Фариза Оңғарсынның ұсынысы бойынша үлкен кесене тұрғызылып басына. 20 ғасырдың басында, яғни 25-30 жылдары қазақ халқының қиындық кезі большевиктердің келіп қайта аштық пен конфискілеу жүріп атқан кезі, сол кездердегі Ысық руынан шыққан большевиктерді басында келісімге келіп, яғни ел басқарған Қоныскерей Қалдыбекұлын айтуға болады. Қоныскерей сол қолынан келгенше қара халыққа көмектесіп, малсыз қалған, дымсыз қалған қазақтарға көмектесем деп тырысқанмен, сол кездердегі атқамінерлер Қоныскерейді аңдып ізіне түседі. Яғни большевиктердің талабын дұрыс орындамай атсын деп Қоныскерей халқына қарсы шыққысы келмегендіктен большевиктердің комиссарын атып, әйелін тұтқындап, екі қызын балалар үйіне жібереді. Қоныскерей қалың қол жинап, большевиктердің конфискілеп атқан малдарын қара халыққа таратып, мұқтаж жандарға береді. Осылайша біраз жыл құмда тығылып, ұзақ бұлай болмайтындықтан кейін таратып жібереді. Қоныскерей ұзақ уақыт ұстай алмағандықтан Москвадан қайта көмек сұрап, шарасыздығын айтады жергілікті большевик басшылары. Қоныскерей кейін Түркменстанға кетіп, сонда біраз жұмыс жасап, қайтадан жанұяға ұл екі қызды болады, Айман Шолпан деген. Қоныскерей жайлы қазіргі ұрпақтардың айтқан сөзі, яғни әкесі аурудан без туған жерге деген сағынышпен құса болып өлді деп. Әлі күнге дейін Қоныскерей батырды халық жауы деп ақталмаған, яғни 90 жылдардағы көп қазақ зиялыларын ақталғанмен, осы Қоныскерейге жайлы көп мағлұмат та жоқ, әрі ақталмағандықтан әлі сол халық жауы болып тізімде тұр. Ысық руы қазақ тарихында көптеген шешу рөл атқан ру, әрі ірі рулардың бірі болып табылады. Дін таратушы имамнан осы елдің тағдырын шешкен батырларға дейін шыққан. Каналды қолдап, жазылып, лайк басып кетсеңіздер ағайын, және жан-жаққа таратсаңыздар, каналдың дамуына үлкен үлес қосасыздар. Әрі қоңырауды басып жіберіңіздер, уақытылы біліп отырасыздар шығарылымды. Толық тыңдағандарыңызға көп рахмет.